Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын, тез дайын болатын, дәруменге бай салаттарымның бірімен бөлісетін боламын. Мен осылай 2 сәбіз алып алдым. Осыны енді майдалап турап аламыз, көбіктеп. Көбіктеп турап алдық сәбізімізді. Енді картошкамызды турап аламыз. Мен бұларды пісіріп алдым. Майдалап осылай турап аламыз. Картошкаларымызды турап алдық. Свекламызды осылай көбіктеп турап аламыз. Бір-екі болып. Бұны да пісіріп алдым. Мен мантаваркаға сәбіз, картошкамды да, қызылшамды бәрін мантаваркаға пісіріп алдым. Енді осыларды бір-екі қылып турап шығамыз. Өте керемет, дәруменге бай салаттардың бірі. Мындай тұздалған қияр алдым. Бұны да солай көбіктеп турап аламыз, бұрыштап. Осылай бір-екі турап аламыз. Бұны да қиярымды да осылай турап алдым. Енді етті пісіріп алдым мен. Бұл етімізді де осылай бұрыштап турап аламыз. Енді осыған горох саламыз. Азырақ зелен өшіп береміз. Осыған майдалап турап. Зелендеріміз турап алдық. Бұны да майдалап. Жерге кішкене шым-шым тұз саламын. Майонез қосамыз. Майонез үстіне енді жақсылап араластырып аламыз. Майонезді қосқыларыңыз келмесе, қаймақпен араластырсаңыздар да болады. Өте дәруменге бай, тез дайын болатын салаттардың бірі.